құттықтаймын. Екіншіден бізді шақырып отырсыздар, Сәкен ағам шақырды деп барлықтарыңызға рахмет айтамын. Одан кейін маған қатты батқаны Нұрлан ағаның қазақ халқында мемлекеттік тіл деген ұғым жоқ, мен намысыма тиіп кетті. Бірақ кейін артынан айтып жатыр, оңтүстік жақта бар екен. Сосын Құдайға шүкір деп қуандым, шынымды айтсам. Оңтүстіктің қызы ме деп? Оңтүстіктің қызымын, бірақтан да оған байланысты айтып жатқан жоқпын. Жалпы бір құмалақ бір қан мәтшіртеді дейді ғой, сондықтан да көпке бірдей ол дұрыс емес шығар, топырақ шашқан. Екіншіден, мына клуб дейміз ба, орталық дейміз ба, әлі кеңес бола ма, осы зиялылардың жаңағы кеңесінің бағыттарының ішінде жаңа Есбол айтып жатыр, қосылам, біріншіден дұрыс, бірақтан да оны жаңағы назардан тыс қалдырмаған. Ол мына жерде егер мән беріп қарасаңыздар, қажетті жағдайларда шетелдер мен өңірлерге ғылыми экспедициялар ұйымдастырылып, қорытындысы баспасөзде жарияланады деп тұр. Бұл осыны қамтиды. Одан кейін екінші бір айтатыным, ағамыз көп айтып жатыр, президентке жетсе, депутатқа бәріне жетсе, бәрінің жаңағы әкелерін танытып тұрып, осы үніміз жетсе деп. Оның барлығы сайып келгенде ол демократияны жандандыру керек. 90 сөздің тобықтай түйіні осы. Біз бұл жерде айтамыз, шырылдаймыз. Заңның өзі қарапайым бір ғана мысалы келтірейін. Мысалы, көші-қон туралы заң ғана бірінші жобасы қазақ тілінде жасалынған. Басқа заңның барлығы бірінші орыс тілінде, содан кейін барып аударылады. Сіз айтып отырсыз. Сосын қалай оған түсінеді? Түсінбейді.